Сәлем қыздар, сіздермен бүгін кабачки мен баклажаннан өте әдемі дастархандарыңыздың сәнін келтіретін салат жасайтын боламыз. Егер де осы уақытқа дейін майға қорып пісіріп жүріп шаршасаңыздар, бұл жолы духовкаға пісіріп көруді кеңес беремін. Жасалу жолы өте оңай, қарапайым заттардан жасалады. Видеоны соңына дейін көріп, маңызды жерлерін өткізіп алмас үшін менімен бірге жасап көріңіздер. Достар, менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен кабачкимізді алып, артық жерлерін кесіп алып тастаймыз осылай. Қатты жұқа қылып кесудің қажеті жоқ қыздар. Егер қатты жұқа қылып кессеңіздер, духовкаға салып пісірген кезде күйіп кететін болады. Сол үшін орташа қалыңдықта кесеміз. Видеода түсінікті қылып көрсетіліп тұр. Дәл солай кесіп шығуларыңыз керек. Қолдарыңызды абайлаңыздар. Енді баклажанды кесеміз. Баклажанды да дәл солай кесіп шығамыз. Ұзынша пласт етіп. Мендегі бұл жердегі баклажан кішкене қисық екен. Сол үшін бірте қылып кесу үшін шетін кесіп алып тастаймыз. Ұзынша етіп, барлығын бір келкі етіп кесіп аламыз. Сіздерге қалыңдығы түсінікті болу үшін тағы да көрсетейін. Міне осындай қалыңдықта баклажан мен кабачкиді кесіп алатын боламыз. Бір штук баклажан мен кабачкидің өзінен 2-3 тарелка шығатын болады. Жасалу жолы өте оңай. Енді кішкене тұз сеуіп 5-10 минутқа қалдырып қоямыз. 2 жұмыртқаны алып, жақсылап араластырып аламыз. Кез келген дүкенде сататын панировочный сухариді аламыз қыздар. Осылай кабачкиді аласыздар да, тек бір шетін ғана жұмыртқаға малып аласыздар. Одан кейін жұмыртқа жағылған бетіне панировочный сухариді жағып, осылай аунатып аласыздар. Екінші жағына жақпаймыз. Енді теріс қаратып, противенға қойып шығамыз. Дәл видеода көрсетілгендей. Осылай жағып аласыздар. Панировочный сухариға жағып, противенға барлығын қойып шығатын боласыздар. Енді баклажандарды дәл тура солай жасап шығамыз. Бір жағына жұмыртқа, тура сол жағына панировочный сухариға аунатып, қызып тұрған 180 градуста 15-20 минутта пісіріп аламыз. Одан артық ұстаудың қажеті жоқ қыздар. Баклажандарыңыз күйіп кетеді. Осылай барлығын бірдей қылып істеп алғаннан кейін духовкаға салып пісіріп алатын боламыз. Міне біздің кабачки мен баклажандарымыз пісіп шықты. Өте жұмсақ, әдемі болып піскен. Енді ішіне соусын жасаймыз. 2 зубчик чеснокты теркадан өткізіп аласыздар, немесе майдалап турап шықсаңыздар болады. Қалауларыңыз бойынша укропты қойсаңыздар да болады. Егер бұлай соус ұнамаса, творожный сырмен ішіне фетакса салсаңыздар да болады. Олай да әдемі болады дәмі. Майонезді қосып, жақсылап араластырып аламыз. Енді салатымызды жинайтын боламыз. Бізге 1 штук помидор жетеді. Артық жерлерін алып тастап, осылай жұқа қылып, ораған кезде ыңғайлы болу үшін ортасынан 2 бөліп турап аламыз помидорларымызды. Ішіне соусымызды жағып, осылай бір келкетіп жағып аламыз. Одан кейін сәндік үшін рис салатыны қойып, ішіне бір помидорды салып, орап шығамыз. Міне достар, біздің салатымыз осымен дайын болды. Үстіне осылай бальзамический соусты сеуіп шықсаңыздар болады. Өте әдемі болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздермен болған Мөлдір.